Және соңғы бөлім ол сабағымыздың ол сыго мараги деген бөлім. 친구하고 주말 약속이나 반가 기획을 정해보세요. дейді. Досыңызбен бірге аптаның соңғы күндеріне арналған және оқу демалысына жоспар құрып көріңіздер дейді. Апта соңғы күндеріне арналған жұмыстар, уәделер және оқу демалысына жоспар құрып көріңіздер дейді. Мысалы, ка дейді біріншісі, тенниске байланысты екен. Соған байланысты осылай сұрақ қойып, досыңыздың жауабын алып, осында жазып жаттығыңыздар. Мысалы, 우리 이번 주말 뭐 하다 деген сөздер тұр. Соған өзіңіз сөйлем құрастырасыздар. Мысалы, 우리 이번 주말에 뭐 할까요? деп досыңызға осылай ұсыныс әрі сұрақ тұрсыз. Не істейміз деп. Не істесек болады деп. 같이 테니스 쳐요 дейді досыңыз. Сол сияқты басқа да нелер. 어디에서 테니스 칠까요? деп. 몇 시에 어디에서 만날까요? деп деген сұрақтар қойсаңыздар болады. Екінші, осылай жаттыңыздар. Екіншісі мынау кинотеатр. Кинотеатрға байланысты сұрақтар қойыңыздар. Мысалы, қай жерде кездесеміз, 몇 시에 어디에서 어디, қай жерде деген сияқты. Және оқу демалысына, каникул дейміз ғой, соған байланысты жоспар құрыңыздар. 우리 이번 방학에 뭐 할까요? деп. Екеуміз осы демалыста не істейміз деп. қай жерге барамыз, 어디에 갈까요? 거기에 어떻게 갈까요? 몇 시에 갈까요? 언제 돌아올까요? деп. қашан қайтып келеміз деп. Сол сияқты сұрақтар қойып дайындалыңыздар, жаттығыңыздар. Егер жалғыз өзіңіз оқып жатқан болсаңыздар, жай қағазға жазып, осылай өзіңіз жауап беріп жазып жаттықсаңыздар болады. Олардың ең мақсаты жалпы жаттығу, сіздерге үйрену. Арасында мысалы өтірік жазсаңыздар да болады. Мысалы, демалыста жасамайтын нәрсені жасамын деп, мысалы, Кореяға барам деп деген сияқты. Осындай сөйлемдер құрастырып, жауаптар айта берсеңіздер де болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қосымшалар және әдеттегідей осындай қосымшаларды тыңдау тапсырмасының скриптісінде сіздерге беріп отырмын. Жазып, біз Чоннам ұлттық университетінің корей тілі оқулығы бойынша оқудық, осы сабақты дайындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі 4-ші бөлімде кездескенше. Келесі бөлім айтпақшы не жайында болады? Тамақ жайында болады. Көрсетейін мына тамақ жайында. Келесі бөлімде кездескенше.